Есек неге арам жануарға айналды? Топан су басталғанда Нұх кемеге барлық жан-жануарды асығыс кіргізіп жатты. Есек кіріп келе жатқанда Ібіліс оны арбап, есек саған ерекше қасиет біткен, ешқашан досқа қиянат жасамайсың. Мені топан суға қалдырмай өзіңмен бірге кемеге алып кір деп жалынды. Есек келісіп, екеуі ішке ұмтылды. Кемеге жақындағанда Ібіліс, Нұх мені кіргізбейді, құйрығыңа тығылып кірейін деді. Есек мақұл деді. Ібіліс есектің құйрығына жабысты да оны кері қарай сүйрей жөнелді. Есек шыдай алмай ақырып жібереді. Шошып кетіп зәрін жіберді. Тар жерде топырлап тұрған хайуандар азан-қазан болды. Нұх есекке жекіп, кірішке деді. Есек кірейін десе, Ібіліс құйрығынан тартып жібермей қойды. Нұх екінші рет, әй малғұн, өткелді бөгемей кірішке дегенде, есектен бұрын Ібіліс лып етіп кемеге жайғасты. Нұх оған, әй сайтан, сені кім шақырды? Шық деп ақырды. Ібіліс, кір малғұн деген өзің, малғұн менің атым, әміріңмен кірдім деді. Нұх сөзден жеңілген соң, есекке қарап, көрген күнің қараң болар, жүрісің шабан болар, жегенің сабан болар, етің арам болар депті. Есек содан бастап еңбегі адал болғанмен, еті арам жануарға айналды. Есектің әліге дейін өткелде суға зәр жіберетін жаман әдеті осы оқиғадан қалыпты. Қазірде есек Ібілісті көрсе, өткелдегі оқиға есіне түсіп,